Мысалы, түрік бауырларымыздың басына қандай қиындықтар түсіп жатыр қазір. Оның бәрі Аллах тағаланың ескертуі. Ескерту. Өйткені жер оныкі, аспан оныкі. Қаласа жерден алады, қаласа аспаннан алады дегендей нәрсе. Одан басқа жерлерде де анау топан сулар болып отыр, мысалы қаншалаған. Жаңа Зеландия жақтарда селдер, үйлерді жуып кетіп жатыр дегендей. Қаншама жерлерде әр жылы бір нәрсе болып жатыр. Соның барлығы Алла тағала көк пен жердің иесі менмін деген сөз емес пе? Мысалы, бір мұсылман елінің басына жаңағындай қиындықтың түсуінің өзі, мысалы, ескертудің келуі, ол басқа мұсылман елдері жақсы халде өмір сүріп жатыр деген сөз емес. Бір мұсылман еліне түскен нәрсе бүкіл мұсылман еліне жеткілікті дегенмен бірдей Алла тарапынан. Өйткені мұсылмандар бір дене секілді. Сол нәрселердің өзінде әрбір Аллаға қайта білетін құл үшін жеткілікті аяттар деп тұр ғой. Міне бұлардың іштеріндегі көпірліктері тіпті осы сөздерді сөйлеп жүрген кездерінде де қорықпай, ары қарай былай деп сөйлеуге тырысты пайғамбарымызға. Ау якуна лака байтун мин зухруфин, немесе сенің қазір таза алтыннан тұрғызылған бір сарайың, үйің пайда болсын. Сонда біз ойланамыз. Немесе бар ғой, ау тарқа фиссама. Сен біздің көз алдымызда осы тұрған күйінде қазір аспанға бүйтіп көтерілсеш. Сен сосын аспанға көтеріліп баратсаң да босап кетпе. Біз тіпті көтеріліп бара жатқан кезіңде де сенбейміз, әсте. Хатта туназзила алайна китабан нақрау. Сен біздің әрқайсымызға бір кітаптан түсіріп бермейінше, біз оны бүйтіп көзімізбен оқымайынша, біз сауаттымыз ғой, білесің ғой, біз оқи аламыз. Сол кезде ойланып көреміз деген сөздерін айтып жатқан кезде, Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху былай деп жауап береді. Қул, айтуға пайғамбар оларға. Субхана Рабби. Алланы сонша қастерлемедіңдер ғой. Сендерді бір мәни суынан жаратқан Алланы қастерлей алмадыңдар. Осы күнге дейін қаншалаған жақсылықтарын сендерге беріп келді. Адасып қалдыңдар ау деп, шайтан жеңіп кетті ау деп, сендерге өзінің рахымымен осындай керемет Құранды түсіріп, Қағбаның қасында өмір сүру кеңшілігін берді сендерге. Соның ешбіреуі көздеріңді ашуға жарамады. Осындай Алланы қастерлей алмадыңдар. Маған өте ауыр тиіп тұр сөздерің. Не себепті? Аллаға қатысты. Өйткені менің Раббым кемшілік сипаттардан пәк, мінсіз. Оның құдіреті күллі нәрсеге жетеді. Ал сендер болсаңдар тамшыдан пайда бола тұра Раббыларыңа осындай дау бастап отырсыңдар. Жаратылыстарыңа қарамастан, оған осындай үлкен талаптар қойып жатсыңдар. Хәл кунту илля башаран расула. Мен тек қана елші етіп жіберілген адам ғанамын ғой. Менің құзыретімде жоқ, менің ісімде жоқ, менің мүмкіндігімде жоқ нәрсені неге сұрайсыңдар? Сол кезде Алла тағала оларға, біздерге де бір ақиқатты баяндауды тырысып жатыр. Жалпы бұрынғы замандарда да Мұхаммед пайғамбарға дейін де елшілер жіберілген кезде барлық халықтың аузынан бір ұқсас сөз шығады. Мысалы, кез келген жаңағы қарсы келгендер сол пайғамбарлардың күллісіне жынды деген сөзді айтқан, сиқыршы деген сөзді айтқан, өтірікші деген сөзді айтқан. Ұстаздары біреу-ақ өйткені. Әр замандағы көздеріне көрінбей көкейлеріне салып беретіп, қыз балықтарын қыздырып қарсы қойып жүрген ол ібліс. Олар оған қызмет жасап жатқандарын да білмейді. Сондай-ақ солардың күллісіне үйреткен тағы бір сөзі: «Уама манаған наса ай юмину». Әр заманда елші жіберілген кезде, оларға қарай Раббыларынан тура жол келген кезде, оларды иман келтіруден бөгеген нәрсе тек мынау дейді. Ол не дегенде? Илля ан қалу, олардың мына сөздері. Абағасаллаху башаран расула. Сонда Алла тағала біздерге елші етіп адамды жіберген, өзіміз секілді, өзіміз танитын. Неге Алланың өзі келмейді деген нәрсе жаңағы. Неге періштелерді жібермейді? Лаванзална малакан лақудиял амру. Анғам сүресінде Алла айтқанда, егер де періштені түсірсек біз, онда іс аяқталды деген сөз дейді. Ол оларға жақсылықпен келмейді дейді. Сондықтан Алла тағала оларға былай деп жауап бер дейді. Қул лау кана фил арди малаика. Ақыл деңгейлеріне сай түсінесіңдер ғой. Егер де жердің бетінде періштелер болғанда, ямшуна мутмаиннина, сендер секілді ақиқаттан бейхабар, жайбарақат жүрген болса, ланаззална алейхи минас самаи малакан расула. Онда біз оларға көктен елші етіп періштені түсірер едік.
Ал адамды құрметтегендіктен адамға адамды жібердік. Оны жіберген кезде қиындатпай өз тілінде жібердік. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Ибрахим сүресінде айтқандай, қайсы бір елшіні біз жіберсек, оны өз қауымның тілінде жібердік. Біз адамды құрметтегендіктен адамды жібердік. Тілін құрметтегендіктен тілінде жібердік деген нәрсе. Оларға ол ап-айқын баяндай алу үшін, олар оның сөзін ап-айқын түсіне алу үшін, сөйтіп жауап берулеріне жеңіл болу үшін. Сондықтан да осы сүренің өзінде Алла Тағала бізге баяндағандай, мысалы біреуде сұрақ туы мүмкін. Шынымен де бір мұғжизалар неге көрсетіле салмады? Бәлкім иман келтірер деген бізде бір ой болуы мүмкін. Біздің көпшілігіміз осылай ойлауымыз мүмкін да. Бірақ біз бір нәрсені білейік. Алла біз білмейтін нәрселерді біледі. Біз бұған жеңілу керекпіз бұл қағидаға. Алла біз білмейтін нәрселерді біледі. Сондай-ақ Алла бізден, біз өзімізге ондай рахымды емеспіз. Алла бізге рахымды болғандай. Осы Исра сүресінің алдындағы аяттарында Алла Тағала соны баяндап айтады. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ. Пайғамбар, біздің сені осындай олар талап еткен мұғжизалармен жіберуден бөгеген нәрсе тек мынау дейді. إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. Саған дейінгі елшілерді не бір мұғжизалармен жібергенбіз. Сонда сол мұғжизалардың күллісін әуелгілер өтірікке шығарған дейді. Егер сен қаласаң қазір мұғжиза жіберейік, өтірікке шығарса бірден құртамыз. Әлде тәубаға келіп осылай ақылмен келулерін күтеміз бе? Ақылмен келулерін күтеміз, я Раббым, жібермей қой мұғжизаларды деген. Мысалы, وَأَتَيْنَا سَمُودًا نَاقَةً مُبْصِرَةً. Самуд деген қауымға олар нақты сұрады. Егерде қазір бір мұғжиза орындалса, Худ пайғамбардың тарапынан мысалы сөзсіз иман келтіреміз деп. Сол кезде біз оларға көздеріне анық көрсетіп сұраған түйелерін жасап бердік дейді. Мұғжиза ретінде. فَظَلَمُوا بِهَا. Олар ол түйеге қиянат жасады. Өздеріңіз білесіздер. Оны өлтірді. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Естерінде болсын. Біреулер мұғжизаны бір жақсылық үшін деп ойлайтын шығар. Біз мұғжизаларды тек қана қорқыту үшін ғана жібереміз дейді. Адамдар секем алып, қорқып, болдық, қойдық, иман келтірдік, болдық деп айтулар үшін ғана. Ал егерде ондай сөзбен аяқталмаса ше, онда оларды құртуға мәжбүр боламыз. Өйткені мұғжизадан кейін кешіктіру заңдылығы жоқ. Сондықтан жаңағы аяттан кейін айтады: «Сунната мен арсална қаблака мин расулина». Пайғамбар, мұғжизадан кейін иман келтірмегендерді жойып жіберу, ол Алланың заңдылығы, саған дейін жіберілген елшілердің өмірінде орындаған. «Вала таджиду лиссуннатина тахуила». Біздің бұл заңдылығымыздың өзгертілуін ешқашан таппайсың дейді. Сондықтан бұлар еріккендер мұғжизаларын сұрай берсін. Ал сен болсаң, ақимис салата. Сен намазыңды оқы. Сабыр ет. Өзіңе айтылғандай, өзіңе берілген уақимен жұмыстарыңды атқара бер. Бұларға жүйкеңді тоздырма. Бұлардың сұрағандарына көңілді бөлме. Оны маған тапсыр. Сондықтан бұлай деп айтты: «Қул кафа биллахи шахиден бейни ва бейнакум». Менің сендерге қарай ақиқатты ғана сөйлеп жатқандығым, сендерге сөйлеп жатқан нәрсемнің күллісінің ақиқат екендігіне, сендердің қалай жауап беріп жатқандарына Алла жеткілікті куә ретінде менімен сендердің араларыңа. Мен ар қарай ескерт деген бұйрықты алып, сендерді ескерте беремін. Ал сендермен не істейтіндігі жайлы, не мұғжиза жібере ме, жоқ жібермей ме, тәубаларыңды күте ме, жоқ азаптай ма, міне бұл істе иннаху кана биғибадихи хабиран басира. Сөзсіз менің Раббым өзінің құлдары жайында толық хабардар, және де ол толық көруші. Ол көріп тұр олардың не істеп жатқандарын, олардың жан дүниелерінде не болып жатқандығын, олармен не істейтіндігі жайлы Раббым хабардар дейді. Мен бұл істі Аллаға тапсырдым деп оларға айтты. Сондықтан да Алла Тағаланың жаңағы мұғжизаларды жібермеуі, өйткені оны көргеннен кейін адам иман келтірмесе, онда елдерді бірден құртып жіберген. Пайғамбарлар тарихындағы оқиғаларға айқын көрінеді осы нәрсе. Сондай-ақ ол мұғжизаларды жіберген болса,
Ол жердегі мақсат тек біреу дейді. Илля тахуифа, тек қауіптендіру. Құдіретімнен, азабымнан, қаһарымнан дегенде мағынада. Сол секілді жаңағы қауіптендіру деген нәрсе мақсатында жер сілкіністер болады. Ол қауіптендіру қаншалықты деңгейде болу керектігін Алла өзі шешеді. Сосын ол соншалықты деңгейде орындалады. Ал бізде ол жаңағы балдың көлемімен айтылады. Қаншалаған жаңағындай шығындар, зияндар тиіп жатыр адамдардың бастарына дегендей. Ол мәселенің өзі Алланың құдіретімен орындалғандықтан, бағана өзі айтқандай, көкпен жерден қашып қайда барасыңдар. Қаласам жерге жұттырам, қаласам аспаннан бір кескінін түсірем дегендей нәрселер. Сондай-ақ мұсылман елдері де ол Алла Тағаланың жоспарында ең әуелгі болып оянуы керек үмбет. Бұл үмбеттің өзі Құраннан бүгінгі күні бірталай алыстап кетті. Сондықтан Алла Тағала кезінде де Шам елдерінде, Омар халифаның кезінде де мысалы, біз айта алмаймыз. Тек қана бір сондай бір жамандық әкелетін нәрсе деп. Омар халифаның кезінде осы Шам елдерінде, осы аймақтарда Шам елдерінде оба ауруы тарап мысалы 25 мың мұсылман көз жұмған. Солардың ішінде сахабалар да бар еді біраз. Муаз ибн Жабал, кейбір риуаяттар бойынша Билал да айтылады, Абдулла ибн Жаррох дегендей мысалы. Сонда олар оны Алланың рахымы деп түсінген. Неге? Өйткені олардың заманында олардың күллісі салиқалы, анау қателіктер жоқ емес бар, бірақ салиқалылары бұны Алланың рахымы деп түсінген. Сол секілді жаңағы Түркиядағы болып отқан жер сілкіністерді бұл да қауіптендіру. Өйткені ол жалғыз Түркияға беріліп жатқан ескерту емес. Егер де мысалы біздің елдің аман қалуы, біздің елдің олардағы тарихпен жаңағы мысалы айтайық жауап берулеріне байланысты мысалы. Біз оларға қарағанда бұл мәселеде әлсіздеу болуымыз мүмкінбіз. Біз өз деңгейімізде сол аймақтарда таңдау, Шам елінің шекарасы мысалы, Түркия елдері дегендей нәрсе, бұл Алла Тағаладан үлкен ояту. Егер де ол үмбет оянса, онда жер сілкіністің мақсаты орындалды. Сонда ол адамға жамандық болды ма? Ата Құранда айтқандай, ла тахсабуху шарран лакум бал хуа хойрун лакум. Есептемеңдер оны бір жамандық деп. Керісінше ол жақсылық дейді. Егер де ол ел Құдайға қарай өзгеретін болса, мақсат өзі сол, қауіптендіру, Аллаға қарай өзгеру. Қай ел болмасын. Міне қазір ол жақта мешіттерге адамдар толып жатса, қаншалаған адамдар күнәларын еске алып мысалы өзгеріп жатса, біз осындай дұрыс болмаппыз ғой деп сөйтіп жатса, мысалы айтайық, өзгерістер болып жатса, онда ол мұсылман үмбетіне қайыр әкелді деген сөз. Қаншалаған салиқалылар сол жерде кетіп қалған. Кезінде мысалы бір жерде қиямет жақындаған кезде Мединаға қарай жақындап келатқан, Қағбаға қарай келе жатқан үлкен бір әскерді Алла Тағала жерге жұттырып жібереді деген. Сол кезде Айша анамыз айтады, я Алланың елшісі, ол жерде жақсы адамдар да бар ғой деген кезде, қиямет күні әркім ниетіне қарай қайта тіріледі. Сондықтан қаза тапқандардың күллісі ниеттеріне байланысты. Сондай-ақ мұсылман елдерінің басын қосып біріктіру мәселесі орындалды. Қаншалаған ел, мысалы біздің елден де, басқа елдерден де барып адамдар бауырмашылық танытып, сол қайғыда бірге сол жақта болуға тырысып, соны көзбен көріп, тіпті олар барғанның өзінде де бір жер сілкіністер қайта байқалып, қатты жаңағыдай бір қорқыныш, қауіптенген күйде болып жатқан мысалы бауырларымыз да бар. Міне бұның барлығының артында бір-ақ нәрсе бар, аты қауіптендіру. Немесе тағы бір анырақ айтқанда, Алла Тағаланың кенеттен шап беру мүмкін заңдылығынан өзімізді аман сезбеу. Өйткені қиямет сағатының алдында жер сілкіністер көбейеді деген. Егер ол осындай белгілі бір жерде орындалған болса, ондағы негізгі мақсат Аллаға қарай, тура жолға қарай, Құранға қарай ояту.